Ерте қартайғыңыз келмесе, сарымсақ қосылған су ішіңіз. Су ішіп қана қоймай, міндетті түрде мына 3 затты қосыңыз. Сіздермен бірге 100 жаса каналы қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналына тіркеліп, және де осы видеоны достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыз. Әлем ғалымдарының зерттеуіне сүйенсек, ең ұзақ өмір сүретіндер әрі денсаулығы мықты болатындар жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасаған мына әдісте дейді. Жапония халқы таңертең оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Сөйтіп, біз де таңертең су ішеміз, бірақ бұны бұлжытпай орындайтындар өте аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруларын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорытуды және басқа ауруларды емдейтін сиқырлы күш. Бірақ жапондықтар тек су ішіп қана қоймайды, міндетті түрде мына 3 затты қосады екен. Біріншісі бұл лимон қосылған су. С дәрумені мен калий элементінің қайнар көзі болып табылатын лимон мыңдаған дертке дауа. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, қан қысымын реттейді, ағзаның қышқылдығын қалыпқа келтіреді, зат алмасуды жақсартады, асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын дұрыстайды, несеп айдайды, теріні тазартады, әжімнің алдын алады, қара дақты кетіреді, қандағы улы заттарды шығарады. Ал келесі бұл сарымсақ қосылған су. С және В6 дәрумені мен марганец, селен, мыс, кальций, калий, фосфор элементіне бай сарымсақ көптеген дертке дауа. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды, жүректің жұмысын жақсартады, қан тамырларды тазалайды, қанды сұйылтады, беттегі әжімді бөртпені кетіреді. Ал сарымсақ қосылған су суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, иммунитетті көтеру, тамақ ауруларын емдейді. Ағзадағы артық холестеринді шығарады, қан қысымын реттейді және онкологиялық аурулардың алдын алады. Дайындау әдісі: 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап езіп аласыз. Сосын эмаль ыдысқа салыңыз. Оған 4-5 тамшы зәйтүн майы мен 1 стакан су құйып отқа қоясыз. 50 градуста қайнатыңыз. Осыдан соң 2-3 тілік лимонның шырынын қосып 15-20 минут бетін жауып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды теңдей етіп 2-ге бөліп ішесіз. Кімдерге ішуге болмайды? Аллергияға, асқазанда жара болса, ас қорыту жолдары бұзылса, сарымсақ қосылған су ішпеңіз. Үшінші әдіс – бал қосылған су. Балдың емдік қасиетін айтпаса да бәріміз білеміз. Ал бал қосылған су ішудің өзіндік ережесі бар. Бұл емдік сусынды тамақтанудан 30 минут бұрын ішесіз. Мейлінше ішетін кезде дайындау керек. Алдын ала дайындап қойып, тоңазытқышқа сақтауға болмайды. Ондай жағдайда құнарын жоғалтады. Бал қосылған суды таңертең аш қарынға немесе түнде ұйқыға жатар алдында ішуге болады. Өйткені бал ұйқы шақыратын қасиетке ие. 30 грамм балды 1 стакан жылы 36 немесе 37 градус арасындағы суға араластырып, ем ретінде ішесіз. Сізде осы өзгерістер пайда болады. Қан қысымы реттеледі, жүйке жүйесі тынышталады, ағза дәрумен мен минералды затқа бай болады. Ағзаны қуаттандырып, жұмысқа қабілетін ашады, метаболизмді дұрыстайды. Асқазан ішек жолдарын жақсартады. Ағзаны токсиннен, бос радикалдан тазалайды. Суыққа қарсы күреседі. Бас ауруын қойдырады. Міне достар, 1 стакан суды 1001 түр дертке дауа болатын керемет қасиетімен таныстық. Ендеше ерінбей ем ретінде қабылдауға асығайық.